Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде TEDx клубының жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Оқу жылының басында әр сыныптан сайланған TEDx координаторлары және көшбасшылар кеңесінің TEDx министрімен бірлесе отырып, жоспар құрылып, жыл бойы өтетін TEDx конференцияларының тақырыптары тәрбие жұмысының концепциясы негізінде әр параллельдің жобасы мен шаңырақтар арасында өткізуге бағытталған. TEDx клубының мақсаты оқушылардың бойына көшбасшылық және қайраткерлік қасиеттерді қалыптастыру, өз елін, қоршаған ортасын, болашақты әлемді жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін, таратуға тұрарлық идеялар туғыза білетін жалынды жастар санын көбейту, отансүйгіштікке, адамгершілікке тәрбиелеу. Клубтың маңыздылығы халық алдында еркін, әсерлі, жалынды сөйлеп, өз ойын қысқаша жеткізе алатын, өз пікірін дәлелдеп, өз күшіне сене білетін оқушылар қатарын көбейту. Сонымен қатар күтілетін нәтиже оқушылардың көшбасшылық қасиеттері мен халық алдына шығып сөйлеу дағдысы дамыды. Қызықты ақпараттармен бөлісіп, көкейкесті тақырыптарға сөз қозғау арқылы зерттеу қабілеттері артты. Үш тілде де сөйлейді. Қоғамға қызмет ету қажеттілігін түсінеді. Күні бүгінге дейін мәдениет жобасы аясында қаламыздың мәселелері және шешу жолдары деген тақырыпта өткен конференцияға 15 спикер қатысып, Семей қаласындағы экологиялық мәселелер, қаламыздағы қайырымдылық пен еріктілер жұмысын қалай дамытамыз? Сіздің идеяңыз ертіс өзенінің ластануы, қаладағы мәдени орындар туралы идеямен бөлісеміз деген тақырыптарда өз ойларымен бөлісті. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында шаңырақтар арасында өткен Абай менің өмірімде атты конференцияға 23 спикер қатысты. Қатысушылар ұлы ақын шығармасынан алған үлгі өнегесін өмірде қалай пайдаланып жүргені туралы өз идеяларымен бөлісті.